Тәкен Әлім бұл қазақтың көрнекті жазушысы. 1918 жылы туған. Осы Алматыға келіп әдеби ортаға сіңісіп, сол ақын жазушылармен қоян-қолтық араласып жүріп, өзі де көптеген шығармалар жазды. Романдар жазды, повестер, әсіресе мына өнер адамдары туралы жазған кітаптары, әңгімелері, повесттері өте тартымды болып, оқырмандардың сүйікті шығармасына айналды. Енді осы аралықта Тәкен көптеген тар жол тайғақ кешулерді бастан өткерді. Мынау соғыс жылдары ол кісі мынау Ащысай кенішінде есепші болып қызмет еткен. Өзінің сөзі бар, менің білімім бойынша мамандығым жоқ, бірақ тәжірибем бойынша есепші дейді. Ол кезде табиғатында ашық жарқын адам бар, жас кезінде. Еркін, елмен көп сөйлескісі келетін. Мынау іс-сапармен ауылға барып, ол кезде совхоздарды аралап, қариялармен сөйлесіп, сондай өнер адамдарымен сөйлесіп, сондай тұрды. Ашық жарқын, солардың көп мәлімет алды. Ал кейін өмірдің соңында бір тұйықтық пайда болды. Ешкіммен сөйлеспейді, өзімен өзі тұйық. Бірақ қарасаң, баз кешіп жүрген сияқты, сол ойлаймын. Сол өзінің ажалын жақындап келе жатқан білген шығар, өз-өзіне есеп берген шығар деп есептеймін ғой. Сондай, бірақ ол баста ашық жарқын жақсы адам болды.